Ассалаумағалейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз хобби сайтын счет толтыруды үйрететін боламыз сіздерге. Ол үшін бізге криптовалюта сатып алу деген бөлімге кіреміз. Ол жерден P2P таңдаймыз. Әрі қарай өзімізге керек валютаны таңдаймыз. Бұл жерден долларды ауыстыра аласыздар, теңгемен, сіздердің өздеріңіздің счеттарыңызға байланысты. Мен сіздерге қазір теңгемен алуды үйрететін боламын. Бұл жердің ең маңыздысы сатып алайын деп жатқан адамның рейтингіне қараймыз, және де қандай банктермен жұмыс істейтін. Маған қазір Каспий банкпен жұмыс істейтін адам керек болады, және де лимитіне қараймыз. Ең маңыздысы, мен қазір сіздерге $15 ауыстырып көрсететін боламын. Сіздер өздеріңізге қалаған сумманы ауыстырып ала бересіздер. Бұл жердің бір тағы бір артықшылығына келетін болсақ, сіздер сумманы теңгемен де немесе доллармен де жазсаңыз да болады. Доллармен жазсаңыздар, ол қазіргі кезде курспен қанша теңге екенін есептеп береді. Мен қазір $15 ауыстырдым, менде 6825 теңге шықты. Ол курс өзгере береді, және өздеріңіз білесіздер. Маңыздысы тағы да айтатын болсақ, тағы да бір тексеріп аламыз. Каспий банкпен жұмыс істейді, халықпен және жусанмен. Ендігі кезекте қарап отырсақ, алдымызда 3 реквизит шықты: халық банк, жусан және Каспий. Маған қазір ыңғайлысы Каспий банк арқылы оплата жасайтын боламын. Ақшаңызды жібергеннен кейін мына жерде мен ақша аудардым деп айтасыздар, және де қандай банк арқылы. Мен мына жерде Каспий арқылы жібердім переводпен. Оң жағына қарасаңыздар, успешно деп шықты. Ол кісі маған $15 аударып жіберді. Бұл жерде ешқандай қиындық жоқ. Қазір кезде бастық мәзірге шығамыз, ол жерден балансты таңдаймыз. Қарап тұрсаңыздар, біздің счетымызға $15 түсті. Ендігі кезекте қазір ол $15 бізде спотовый счетта тұр. Спотовый счеттан торговый счетқа аударуды үйрететін боламыз сіздерге. Спотовый счет депозит дегенді басамыз. Бұл жерде біз көріп тұрмыз жаңағы $15 түскенін. Ендігі кезекте бұл қазір обзор активті басып, көріп тұрғандарыңыздай, ол қазір бізде фиатный счетта тұр. Бізге фиатный счеттан спотовый счетқа аудару керек болады. Ол үшін перевод дегенді басамыз. Переводтан жаңағы бізде USDT-ға ауысты, сол USDT-ді ауыстырамыз. Болды, ешқандай қиындығы жоқ. Ендігі кезекте баланс, обзор активті басамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің спотовый счетқа $15 түсті. Обзор активті басатын болсақ, бізде спотовый счет, маржинальный, фиатный, бұл жерде көптеген счеттар бар. Оны алдағы кезекте үйрететін боламын. Қазіргі кезде бізге керегі жаңағы бізге аударылған USD табу үшін спотовый счетты басамыз. Спотовый счеттың астына қарай түсетін болсаңыздар, бізде қандай криптовалютамыз бар, және де жаңағы ауысқан $15 түсті. USD дегеніміз криптовалютадағы доллар болып саналады. Егер сіздерге осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп, колокольчикті басыңыздар. Алда әлі криптовалюта жайында көптеген видеолар болады. Менімен бірге болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.